Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз күн және күн жүйесі деп аталады. Біз өткен сабақта күннің жұлдыз екенін білдік. Ол бізге алып жұлдыз дедім. Біздің галактикадағы ең алып жұлдыз дедім. Біздің галактикадан басқа жұлдыздар да бар. Галактикадан басқа алып жұлдыздар бар. Галактикадан басқа галактикалар да. Бірақ олар алыс орналасқандықтан бізге жақын болып көрінбейді. Ал бізге күн алып жұлдыз болып көрінеді. Күн дегеніміз бізге жарық пен энергияны береді балар. Былайша айтқанда энергияның көзі. Көзімізге елестетіп көрейікші. Күн болмаса не болады? Күн болмаса жер қап-қараңғы болар еді. Себебі жердің, планетаның негізі жарық шығаратын қабілеті жоқ. Олар бізге жарықты бермейді. Сондықтан бізге қап-қара болып көрінер еді. Ал күн ол жарықтың көзі, энергияның көзі. Ал күн болмаса бізде оттегі болмас еді. Себебі оттегі қалай пайда болатынын білесіңдер ғой, я? Фотосинтез нәтижесінде оттегі пайда болады. Бос оттегі ауаға, атмосфераға шығарылады. Ал күнніңше, күн дегеніміз бұл күн фотосинтезде, күн ол табиғи жарық бізге. Күн фотосинтезге қатысады. Сондықтан жер бетіндегі тіршілік осы күнге байланысты, жер бетінде тіршілік өмір сүріп жатыр. Тіршілік иелері өмір сүріп жатыр. Жер бетінде тіршілік бар деп айтуға болады. Сонда күн сәулесі болмаса, адамдар, жануарлар, өсімдіктер өмір сүре алмас еді. Ал енді сонда күн дегеніміз жерге ең жақын орналасқан жұлдыз деп атауға болады. Күн жарқыраған ыстық газды, өте үлкен газды шар болар. Күн жүйесіндегі біз айтқанбыз, біздің галактиканың аты не еді? Күн жүйесі деп аталады. Осы біздің галактикада, яғни біздің күн жүйесіндегі ең алып дене осы күн болып табылады. Біздің күн мен жердің орташа арақашықтығы 150 миллион шақырым. Күн бетіндегі температура өте жоғары. Ал күнге ғалымдар күннің суретін сендерге үйге барғаннан кейін қараңдар. Күннің суретінде қара дақтар болады. Ол қара дақтар температура біршама төмендеген аймақтар қара дақтарды құрайды болар. Себебі күннің ішінде үнемі ядролық реакция жүргендіктен күн өзіне көп энергия бөліп шығарады. Күннің жарығы өсімдіктер мен жануарлар үшін, әсіресе өсімдіктер үшін энергияның көзі болып табылады. Күн қуаты осы атмосфераны фотосинтез процесі арқылы атмосфераны оттегімен байытып тұр балар. Сендер білесіңдер ма? Тас көмір, мұнай, газ дегенді білесіңдер ғой, шымтезек, бұлар түрі өзгерген өсімдік қалдықтары балар. Бағанағы тас көмір, мұнай, шымтезек түрі өзгерген өсімдік қалдықтар. Оларды жағу арқылы біз энергия, жылу аламыз. Ал күн батареяларынан алынған энергияны жасыл энергия деп атайды. Күн батареясынан алынған энергияны не деп атайды екен балар? Жасыл энергия. Енді күн жүйесіне қарайық. Мынау тұрған алып газды шар, өте қатты балқып тұрған газды шар күн дейік. Күннен бізде міне қанша планета бар? 8 планета бар. Бірінші Меркурий, көрдіңдер ғой. Одан кейін шолпан, күннен 3-ші планета бізде жер, жерден кейін Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Бұлар балар планеталар. Сонда күн жүйесіндегі планеталар. Мұнаны біз күн деп алатын болсақ, мынау жер күнді айналып тұр. Күнді айналған кезде оның қозғалатын жолын орбита деп аталады. Міне, мынау қозғалатын жолды не істейді? Орбита деп аталады. Яғни жердің қозғалатын ғарыштық жолын орбита деп аталады. Сонда планеталар осы күнді айналып қозғалады. Кез келген планетаның жарық шығаратын қабілеті жоқ. Осы күннің жарығына байланысты олар бізге жарқыраған аспан денесі болып көрінеді. Яғни күн жарығын шағылыстыруынан бізге жарық болып көрінеді. Бірақ олар өздері жарық шығармайды. Күннен түскен сәулені планеталар шағылыстырады. Сондықтан бізде
жұлдызды аспанда жұлдыз сияқты жарқырап тұрады балалар. Енді одан басқа бізде не бар? Бізде астероидтар бар, кометалар бар, метеориттер бар. Комета дегеніміз не? Комета дегеніміз тастардан, шаң тозаңнан, алып мұздардан тұратын дене. Бұны біз комета деп атаймыз. Олардың орбитасы шар тәрізді болмайды. Мынау жердің де орбитасы шар тәрізді емес. Олар ортасынан сәл қысыңқы болып келетін орбита. Ал оларда кометаларында орбитасы сопақтау болып келеді. Күнге жақындаған кезде күннің энергиясы, олардың күннің энергиясы бөлінгендіктен олар еріп балқи бастайды, ери бастайды. Сөйтіп оларда құйрығы пайда болады. Сондықтан кейде біз метеориттерді құйрықты жұлдыз деп атайтын себебіміз сол. Сонда орбита арқылы планеталар не істейді? Күнді айналып жүреді. Сонда әрқайсының өзінің жолы бар, орбитасы бар. Орбита дегеніміз ғарыштағы жол, орбита деп аталады. Сонымен бізде қанша планета бар? 8 планета бар. Біздің галактиканың қандай галактика деді? Құс жолы галактикасы деді. Ал біздегі жұлдызды аспаннан осы жарқырап тұрған жұлдыз сияқты планеталарды көруге болады. Әрине, ол телескоп арқылы жақсы көруге болады. Телескоп дегеніміз аспан денелерін бақылайтын құрал, оны телескоп деп атайды. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Келесі сабаққа шейін сау болыңдар.